Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ингаляторды қашан және не үшін пайдалану қажет жайында ақпарат бермекшімін. Жалпы ингалятор дегеніміз сұйық дәріні аэрозольге немесе тұманға айналдырып өкпеге жеткізетін құрылғы. Оны көрсеткіштер бойынша ғана қолданамыз. Ең алдымен обструктивті бронхит кезде, стенозды ларингит, бронхиальды астма, қақыр қиын шығарылады, пневмония, муковисцидоз кезде қолданылады. Ал ОРВИ, фарингит кездерінде мүлде қолданылмайды. Ингаляция үшін қолданылатын дәрілер ең бірінші бронхолитиктер, пиридуал, венталин, бронхиальды астма және обструктивті бронхит кезде қолданылады, глюкокортикостероид, яғни пульмикорд, стеноздаушы ларингит кезде қолданылады, антибиотиктер, муковисцидоз кезде қолданылады, муколитиктер, лазолван, ампробен 3 жастан жоғары балаларға пневмония кезде қақырықты шығару үшін қолданылады. Ал араластыру үшін тек стерилді физраствор ғана қолданылады. Басқа ешқандай суларды пайдалануға болмайды. Олар өкпедегі ауруды одан әрі күшейтіп жіберуі мүмкін. Мысалы, боржоми. Бұл біріншіден стерилді емес, екіншіден құрамындағы әртүрлі тұздар өкпеде жиналып белгілі бір патологияны шақыруы мүмкін. Екінші майлы ерітінділер, олар липоидты пневмонияны дамытуы мүмкін. Сондай-ақ ас содасы да таза емес, яғни стерилді емес. Неше түрлі шөп тұнбаларда өкпеге зиян әсер етеді. Антисептиктер, хлоргексидин, мирамистен сияқты антисептиктермен де жасайтындар бар. Олар да өкпеге зиян әсер етеді. Сондықтан ингаляторы тек көрсеткіш бойынша ғана пайдаланған абзал. Егер видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.